Биологияны ОБТ-да таңдайтын оқушылардың барлықтарына сәлем. Мен Малика, және мен биологиядан дайындайтын репетитормын. Дәл қазіргі осы видеода мен сендерге бір ОБТ-ның жаңа форматында жасалған нұсқаны OTIDO талдап бермекпін. Жалпы 2024 жылы ОБТ-да бізде жаңа формат енді. Жаңа формат бойынша енді бізде 50 балл болады, 40 сұрақ болады. Соның ішінде бейіндік пәндер, енді биология бізде бейіндік пән болғандықтан, бір жауаптық тестке бізде 25 балл беріледі. Яғни 25 сұрақ болады деген сөз. Контекстке негізделген тапсырмаларға бізде 5 сұрақ беріледі, олар да бізде 1 баллмен есептелінеді. Сәйкестендіру сұрақтары болады. Жалпы сәйкестендіру сұрақтар аса қатты қиын емес, ол жақта просто какой-то бір жауаптық сұрақ тәрізді біз жауаптардың сәйкестігін таңдауымыз керек. Оларға бізде 2 балл беріледі, және де көп жауаптық сұрақтар бізде 2 балл беріледі. Осының арқасында біз аламыз 30 балл, ал мына жақтағы сұрақтардың арқасында біз аламыз 20 балл, яғни 10 балдан 20 балл аламыз. Менің ойымша биологияны ОБТ-да таңдап жатқан оқушыларға өте қатты повезло. Өйткені сендер өздерінің грантқа түсетін мүмкіндіктерінде почти что 5 балға дейін көбейтіп жатсыңдар. Өйткені дәл сол биологияны оқисыңдар, почему бы 5 балды тағы да алып кетпеске. Сондықтан да вообще қорықпаңдар. Одан кейін барып мен сендерге айтқым келеді, что біздің ұлттық тестілеу центрінің сайтында арнайы құжаттар бар. Сол құжаттарда биологияның тесті қандай бөлімдерден келеді, және де қандай кітаптармен келеді, соның барлығы жазылған. Біздің пробию мектебінде біз жылда тек қана осындай обновленный информация бойынша жұмыс жасаймыз, және де өзіміздің сабақтарымызға жаңа сабақтарды қосып, ескісін алып, сөйтіп жаңартып отырамыз. Сонымен дайын болсыңдар, ендеше давайте тестімізді бастаймыз. Қазір бізде бір жауаптық сұрақтар. Осындай реакцияны, мына жақта беріп тұрған реакцияны іске асыратын фермент дейді. Егер сендер осындай сутектің асқын тотығы, яғни перекиспен шығатын реакцияны көріп жатсаңдар, то ол бізде оксидаза ферменті болады. Оксидаза ферменті пероксисоманың ферменті болып табылады. Пероксисома дегеніміз ежелгі кезде митохондрия мен лизосоманың қызметін атқарған органоид болатын. Оның 2 түрлі ферменті бар. Біреуі оксидаза, екіншісі бізде каталаза. Ал каталазада тоже бізде осындай реакция бар. Егер де сендер білсеңдер сол реакцияны комментарийға жазып, басқа балапандарға көмектесіңдер. Келесі сұрақ бізде өкпемен тыныс алады дейді. Өкпемен бізде тыныс алады, мына варианттар бойынша жорғалаушылар, яғни қосмекенділерден бастап жоғарыға қарай барлығы бізде өкпемен тыныс алады. Ал қалған варианттың барлығы мына жақта бізде желбезекпен тыныс алады. Біреулер вообще мысалға ішек қосылар болса, просто диффузиямен оттекті просто денелеріне алады. Ультракүлгін немесе көк түсті жарық түсіргенде жарқырайтын бояулар қабілетіне негізделген микроскопия дейді. Яғни кейбір органоидтарды немесе жасушаларды қарау үшін біз оларды арнайы бояулармен боямыз, но ол арнайы бояулар еще жарықтың астында жарқырау өздерінің бейнесін айқын көрсететін болады. Және де осындай микроскопияның аты менде люминесценттік микроскопия деп аталады. Талшық арқылы қозғалады. Мына жақта варианттар бойынша талшық арқылы менде қозғалады. Лямблия сондай қарапайымды бір жасушалы жануар. Пішіні примерно осындай болу керек. Да, осындай болу керек лямблияның пішіні. И ол талшық арқылы қозғалады. Тағы да қандай талшық арқылы қозғалатын жануарларды білесіңдер, комментарийға жазып кетіңдер. Тіршілік дамуының ең ұзақ кезеңі, және де ол 2 миллиардтан астам жылға созылған протерозой болып табылады. Жанама күрестің мысалы бола алатын нұсқаны көрсетіңіз дейді. Жанама күрес кезінде бізде мысал болады жыл құстардың бәсекелестігі. Өйткені жыл құстары былай айтқанда басшылыққа немесе аналықтарға төбелеспейді. Олар жылда ұшып келеді, және де әркім өзінің ұясына ұшып келеді. Егер де басқа құс соны ұясын алып алса, ол мен күреспейді, ибаратта басқа бір құстың ұясын алады, немесе жаңадан құрастырады. Осыны бізге жанама күресі мысал деп атайды. Келесі сұрақ, жабық тұқымды өсімдік дейді. Жабық тұқымды өсімдіктің екінші атауы гүлді өсімдіктер. Өйткені гүлдің аналығында бізде тұқым дамиды, кейін ол тұқымның сыртында бізде жеміс пайда болады. Мысал ретінде өрік, естеріне түсіріңдер, өріктің мякетте дейді ғой, сыртында мынандай жемісті денесі болады, және ішінде болса тұқымы болады. Және де сол себептен бұлар жабық тұқымды өсімдіктер деп атайды, немесе гүлді өсімдіктер деген екінші атауы бар.
Так, ішкі мүшелерді механикалық зақымданудан қорғайды дейді. Механикалық зақымдану дегеніміз ол соққы деген сөз. Яғни бір затқа ұрылып қалу, соғылып қалу, содан зақым алу деген сөз. Но енді ішкі мүшелерімізді сондай зақымдан қорғайды, әрине ол қаңқа. Мысал ретінде, біздің бас қаңқамыз, бас сүйегіміз, ішінде ми бар. Кеуде қуысында бізде жүрек, өкпе бар. Жамбас сүйектерінде болса, бізде көбеуге арналған органдар бар деген сияқты, балапандар. Келесі, жүрегі 4 қуысты ағза. Бұл жақта енді міндетті түрде ол бізде сүтқоректілер болады. Сүтқоректілер, құстар, олар бізде жүрегі 4 қуысты, немесе қуыстың тағы да бір атауы камера болады. 4 қуысты немесе 4 камералы организмдер болады. Мысал ретінде балықтың жүрегі 2 камералы, қосмекенділердің жүрегі 3 камералы немесе қуысты, жорғалаушылардікі тоже 3 қуысты, но олардың ерекшелігі жартылай пердесінің болуында. Шаян тәрізділердің тыныс алу мүшесі, но бұл жақта бізде желбезек болады міндетті түрде. Өйткені шаян тәрізділер бізде суда мекендейді. Мысалға өзен шаяны деген тәрізді. Санаулықтарға тән алкалоид. Алкалоид дегеніміз бұл улы зат деген мағынаны білдіреді. И менің көзіме келіп тұрған вариант бұл мускарин. Мускарин бізде мухомор немесе шыбын жұт деп деген, естеріне ме, бүкіл мультиктерді көрсетеді ғой, осындай санаруқлақ қызыл емніңдей әппақ дақтары бар. Осы бізде шыбын жұт немесе мухомор дейтін санаруқлақ, и оның алкалоиды, яғни улы заты, кез келген өсімдіктегі улы затты алкалоид деп атайды. Соны бізде мускарин дейді. Сендер былай ойлап тұрған шығарсыңдар, біз ботаникада бұны өткен жоқпыз. Бұл қай жақтан шыққан сұрақ, жаңа бағдарламада бұндай санаруқлақтар жайында мәліметтер берілмеген деп. Сендер дұрыс айтасыңдар. Бұл мәлімет 10-шы сыныптың кітабынан, яғни именно холинергиялық синапстарда холинорецепторлардан алынған. Егер сендер холинорецепторлар жайында көбірек түсінбесіңдер, осы каналда холинергиялық синапстар жайында керемет видео сабақ бар, көруге кеңес беремін. Ал біз келесі сұраққа өтеміз. Қан өндіретін ұлпа ісігі кезінде мөлшері артатын иммуноглобулин. Иммуноглобулин ол бізде антидене, оның 5 түрлі типі бар. Ал именно қан өндіретін ұлпа ісігі кезінде, мысалы миелома дейтін тәрізді ауру пайда болғанда, адамның қанында көбейіп кететін иммуноглобулин ол D болады. Иммуноглобулин D. Жалпы иммуноглобулин D бүкіл антиденелердің бірақ қана пайызын құрайды. Қатты зерттелмеген, біз білетін нәрселерден именно осы белгілі. Қан өндіретін ұлпа ісігі кезінде мөлшері артады. Ұлулардың қан айналым жүйесі. Олар бізде әрине ашық болады. Ашық қан айналым жүйесі дегеніміз, ол қан белгілі бір тұйық ортада жүрмейді, как біздегі тамырлар тәрізді. Ал дененің ашық қуысына төгіледі деген сөз. Мысал ретінде оған бізде ұлулар және бунақ денелілер жатады. Жүрек соғысының жылдамдығын артуы бұл бізде әрине тахикардия болады. Қалған варианттарды қарайтын болсақ, мысалы гипотония, қан қысымының төмен болуы, гипертония, қан қысымының жоғары болуы, немесе гипертензия деп атауға болады. Инфаркт, жүректегі қан тамырының жарылуы, инсульт, мидағы қан тамырының жарылуы болады. Тұқым қуалаушылық заңдарын ескеріп, эволюция заңдылықтарын қарастыру идеясын айтқан ғалым варианттар бойынша бізде Четвериков болады. В принципе, қараңдар, эволюцияның дамуының 3 түрлі кезеңі болған. Дарвинге дейінгі, Дарвиннің кезінде және Дарвиннен кейінгі кезең. И Четвериков және де басқа да осының жанында көп ғалым бар. Олар бізде эволюциядан кейін генетикаға, тұқым қуалаушылыққа қарап, эволюцияның өзгеретінін айтқан болатын. Грамм-теріс бактерия. Грамм-теріс бактерияға мына жақта менде жатады спирохета. Спирохета, диплокок, сальмонелла дейтін бактериялар бізде грамм-теріске жататын еді. Наурызым қорығы орналасқан аймақ. Наурызым қорығы бізде Қостанай облысында орналасқан өте керемет, өте әдемі, табиғаты супер қорық болып табылады. В принципе, қорықтар жайында бізде ұбт-да көп сұрақ жоқ, уайымдамаңдар. Келесі, рекомбинатты ДНК-ны алу кезінде плазмиданы жарамды етіп үзу жүреді. На самом деле, рекомбинатты ДНК кезінде бізде рестриктаза дейтін фермент ДНК-ны үзу керек. Одан кейін барып лигаза дейтін фермент тігу керек. Но мына жақта рестриктаза деген ферментті көріп тұрған жоқпын. Сондықтан мен варианттардың сәйкестігі бойынша именно хеликаза ферментін белгілеймін. Өйткені хеликаза ферменті менде в принципе ДНК-ның байланыстарын үзетін фермент.
Барлық тіршілік қоныстанған қабық дейді. Ну, естественно, ол бізде биосфера болады. Био тіршілік деген мағынаны білдіреді. Гидросфера су, биогецинус бізде мүлде вообще қабыққа қатысы жоқ термин. Атмосфера ол біздің міне ауа жұтатын қабығымыз. Келесі екі қабатты ұрық дейді. Екі қабатты ұрық ол менде гаструла, былай айтатын болсақ, гаструла бізде екіге бөлінеді. Ерте гаструла және кеш гаструла. Ерте гаструла кезінде бізде эктодерма мен энтодерма, кеш гаструла кезінде бізде мезодерма қабаттар дамиды. Ең алғаш рет бұлшық ет жасушалары пайда болған ағзалар, олар битіп жүреді, және де олар бізде құрттар. Құрт деген кезде барлығы каким-то образом алманы тістеген кезде ішінен шығатын құрт бар ғой, соны ойлайды. Но на самом деле құрттар биологияда бізде жалпақ құрттар, жұмыр құрттар және де буылтық құрттар болып табылады. Именно осыларда қозғалыс мүшесі ретінде денесін қозғалтатын бұлшық еттер ең алғаш рет пайда болады. Келесі сұрақ, фосфор қышқылының бір молекуласы гидролизденгенде бөліп шығаратын энергия мөлшері бұл бізде 40 килоджоуль энергия болады. Бұл жақта бізде АТФ молекуласына қатысты айтылып жатыр. Инфекция көзін кеміргіштердің организмде жою дейді. Жақсы сұрақ. В принципе, бізде біз биологияның бастапқы сыныптарында өтетін екі түрлі термин бар еді. Ол бізде антисептик және антибиотик. Антисептик сырттағы патогендер жою, антибиотик іштегі патогендер жою. Ол адамға қатысты айтылған нәрсе. Ал егер де біз дезинфекция дейтін болсақ, ол біздің қоршаған ортамыздағы заттарды стерильдеу, яғни инфекцияларды жою болып табылады. Енді давайте варианттарға назар аударайық. Біріншісі автоклавта стерильдеу деп тұр. Автоклав дегеніміз это когда біз етті, тағамды өте жоғарғы температурада өткізіп патогендер жоямыз. Ол сол жайында айтылған. Детаризация дейді. Детаризация дегеніміз это когда біз кеміргіштерді реально өлтіреміз, жоямыз. Оларға улы дәрі беруіміз мүмкін, немесе ловушкалар қоюымыз мүмкін, мышеловка деген тәрізді. А вот егер химиялық стерильдеу десе, біз сол кеміргіштерді этикалық нормаларды сақтап, олардың денесіндегі инфекция көзін химиялық жолмен жоямыз. Келесі сұрақ, плазмида туралы дұрыс анықтаманы белгілеңіз дейді. Плазмида дегеніміз ол бактериялардың басты генетикалық ақпараты, өйткені ол бактериялардың денесінде кездесетін ұзынға тұйықталған ДНК болып табылады. Но плазмида бізде тек қана бактерияларда кездеспейді, сонымен қатар и пластидтің ішінде, и митохондрияның ішінде болады. Өйткені митохондрия мен пластидтің пайда болуы эндосимбиоз бактерияның арқасында болған. Келесі сұрақ. Фосфат пен кальций иондарының алмасуын реттеуші гормон ол бізде паратиреоидті гормондар болады. Немесе парат гормондар біздің қалқанша маңы безінен бөлінетін гормондар именно қан мен сүйектің арасындағы кальций мен фосфордың алмасуын реттейді. Сонымен балапандар, мен сендерді құттықтаймын. Жаңа ғана сендер ұбт-да бір жауаптық сұрақтардың қандай болатын көрдіңдер. Бізде новый система бойынша бір жауаптық сұрақтар, бізде немесе бір балл беретін бір жауаптық сұрақтар 25 штук кездеседі екен. Ал енді келесі біздің сендермен талдайтынымыз ол бізде контекст сұрақтары. Контекст сұрақтары бізде бүйрек жетіспеушілігіне беріпті. Мен осы жақта контекст сұрақтар жайында бір-екі зат айтқым керек тұр. Контекст бізге просто сурет арқылы, схема арқылы, диаграмма, пирамида арқылы, немесе бір ғана сөз арқылы, целый мәтін арқылы берілуі мүмкін. Но кейде контекстің өзінде беріп тұрған зат сұрақтарда жоқ болады. Сол себептен егер де сендер теорияны жақсы білетін болсаңдар, және де суретпен, берілген материалмен жұмыс жасай алсаңдар, сендер 5 баллды просто так алып кете аласыңдар. Ал егер сендер теорияны қай жаққа барып оқырларını білмесеңдер, сендерге қиын болып жатса, мен пробио мектебіне шақырамын. Дәл осылай менің бүкіл биологияға арналған сабақтарым оқушылар оқиды, дайын конспект жазады, бастарын ешнәрсеге қатырмайды. Сондықтан да егер де қиналып жүрсеңдер, төменде бүкіл сілтеме берілген пробио мектебіне қош келдіңдер. Ал мен контекст сұрақтарын оқып бастаймын. Бүйрек жетіспеушілігі. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі 3 айдың көлемінде немесе одан да көп уақытта байқалатын бүйрек қызметінің қайтымсыз бұзылу синдромы дейді. Нәтижесінде нефрондар өліп, қанда несеп нәр, креатин, несеп қышқылы тәрізді заттар көбейіп, ағза уланады немесе зәрде қан пайда болады. Бүйрек жасушаларының 90% өлген жағдайда да бүйрек функциясы қалыпты жүретінде резервтік мүмкіндігі болады. Бүйрек жетіспеушілік негізгі себептері гепатит Б, С, 1 және 2 типтегі диабет, буын ұстамалы ауру, безгек созылмалы пиелонефрит. Диагностикауда Ребек Тараев сынамасы қолданады дейді. Окей, текст оқыдық, енді сұрақтарға назар аударайық.
Ағзаның зәрмен улануы дейді. Ағзаның зәрмен улануы бізде уремия болады. Яғни айтып жатыр ғой бағанан бері креатинин, есеп қышқылы қанға шығады, біздің организміміз интоксикацияға ұшырайды. Осы бізде уремия болады. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің сипатты белгісі ол анемия. Не себептен анемия дамиды? Өйткені бүйректің жасушалары өзі гормон шығарады. Ол адреналин, норадреналин деген зат емес, ол бүйрек үсті безі емес, именно бүйректің жасушалары өзінен гормон шығарады. Сол гормондардың бірі бізде эритропоэтин. Яғни бұл гормон бүйрек арқылы қан сүзілген кезде, сол сүзілген қанға аз-аздан бөлініп отырып, кейін сүйектің қызыл кебігіне жеткен кезде эритрицитің бөлінуін стимулдайды екен. Ал енді ойлаңдар, бүйрек жетіспеушілігі кезінде бүйректің шумақтық аппараты нефрондар бұзылған кезде біздің бүйрегіміз не то что зәрді сүзу, ол гормонды да шығара алмай қалады. А бұл болашақта анемияға алып келеді екен. Бүйрек жетіспеушілігінің себебі мына бір жақта, ол әрине гепатит болады екен. БЦ вирустық гепатиті бізде бауырды зақымдайды, бауырдың обыры пайда болады. Бауыр қанды залалсыздандыра алмайды, яғни уларын сүзе алмайды, и сондай жаман қанды бүйрекке айдайды. Байқұс бүйрек нәзік құрылымы бұзылады, соның кесірінен бүйрек жетіспеушілігі дамиды. Сол себептен біздің денеміздегі әрбір органның жұмысы маңызды. Бүйрек жағдайын зерттеуге арналған аппарат дейді. Бұл бізде УДЗ болады. Расшифровкасын айтатын болсам, ультра дыбыстық зерттеу, яғни УЗИ. И соңғы контекстің сұрағы бізде бүйрек жетіспеушілігін анықтау әдісі, біз жаңа ғана контекстен оқы басын сызып қойдық, ол бізде Реберг-Тараев әдісі болады. Бұл әдіс кезінде біз қан мен зәрді өткіземіз лабораторияға. Сол жақта нормадан ауытқыған, түсіп кеткен заттардың бәрін анықтап, бізге айтады, сізде мына бір заттар нормадан вообще тыс болып кетті. Сол себептен сізде қазір бүйрегіңіз дұрыс жұмыс істеп жатқан жоқ. Біздің ойымызша сізде бүйрек жетіспеушілігі. Давайте біз сізге пункциялық биопсия, УЗИ, басқа затты жасаймыз деп айтады. Өйткені даже бүйрек 90%-ға зақымдалса да, адам оны байқамайды. Ал балапандар, келесі бізде бүкілі шулап жүрген, барлығы қорқып жүрген ұбт-ның жаңа форматына шыққан сұрақтар сәйкестендіру. Сәйкестендіру дегеніміз міне бізге просто екі түрлі сұрақ береді. Мына жауапты таңдауымыз керек. Сол жауап бойынша просто 1 балл беріледі. Яғни осы екі сұраққа 2 балл беріледі. Сондықтан да контекст сұрақтары 5 сұрақ болса да бір топта, то оларға 10 балл деп есептелінеді. Қорқатын дымы жоқ, просто теорияны жақсы оқимыз өзіміздің қосымша сабақтарымызда. Сол кезде таңдау да бізге оңай болады. Например, АК витаминдер тобын тасымалдауға жауапты. Ол әрине бізде май, өйткені адек немесе керісінше кеда деп оқитын болсақ, то олар майда тасымалданады. А одан бөлек басқа витаминдер тобы, С тобының витаминдер, Б тобының витаминдер, ПП тобының витаминдер барлығы суда ерейді және де су арқылы тасымалданады. Вот көрдіңдер ме, қарапайым сұрақ, біз уже 2 балл алып кеттік. Келесі, шар тәрізді бактериялар, балапандар, естерінде болсын, шар тәрізді бактерияның барлығына бізде коккалар жатады. Стрептокок, стафилокок, бірнәрсе кок, диплокок, тетракок десеңдер, значит ол кокка, домалақ тәрізді, шар тәрізді бактерия деген сөз. Ал таяқша тәрізді бактерияларды бізде бацилла деп атайды, бацилла. Қалған варианттар бойынша спирилла ол бізде ирек тәрізді бактерия, вибрион болса үтір тәрізді бактерия. Келесі сәйкестендіру сұрағы бізде хромосомаларға байланысты беріпті. Ол хромосоманың сұрағы былай. Сау ер адамның жыныс хромосомасы дейді. Но біз бәріміз білеміз ол XY екені. Ал сау әйел адамның жыныс хромосомасы ол бізде XX. Қандай жағдайда патология болуы мүмкін? Клайнфельтер немесе Шерешевский-Тернер синдромы кезінде XXX немесе XXY, яғни трисономия артық хромосома жұбы қосылып кеткенде, сол себептен уточнение ретінде бізге сау деген сөзді қосып тұр. Бұл өте маңызды. Келесі, алғаш рет өкпе пайда болған ағзалар, ол ағзалар бізде алғаш құрлыққа шығып өкпемен демала бастаған ағзалар, олар бізде қосмекенділер. Қосарлы тыныс алатын ағзалар, олар бізде құстар. Қосарлы тыныс алу деген кезде көп балалар бүйтіп ойлайды екен. Қосарлы тыныс алу кезінде бізде өкпе қапшығы немесе ауа қапшықтары болады. Сол бізде қосарлы тыныс алу дейді, бірақ ол вообще дұрыс емес. Қосарлы тыныс алу дегеніміз назар аудару, қосарлы тыныс алу. Құстар ауаны жұтқан кезде де, шығарған кезде де
қаны оттекке қанығып үлгереді. 2 рет қанығып үлгереді қаны оттекке. Ал біз қарапайым адамдар, немесе жануарлар, когда ауаны жұтамыз, просто ауаны жұтқан кезде оттек сіңіреміз да, даже оның бүкіл пайызын қолданбай шығарып тастаймыз. Мысалға біз ауаны жұтқан кезде 20% оттек жұтамыз да, 16%-ын просто так сыртқа шығарып тастаймыз. Құстар болса, и жұтқанда да, и шығарғанда да қаны оттекке 2 рет қанығып үлгереді. Сол себептен бұны қосарлы тыныс алу деп атайды. Келесі өкпенің құрылымдық бірлігі, ол бізде альвеола ауа көпіршіктері, сол жақта бізде капиллялардың арқасында газ алмасу жүреді. Ал бүйректің құрылымдық бірлігі, ол естественно бізде нефрон. Кстати, нефрон жайында керемет видео сабақ бар, дәл осы YouTube каналда, пожалуйста, ашып көріңіздер. Сонымен балапандар, біз сендермен бір жауаптық сұрақтарды бітірдік, контекст сұрақтарын бітірдік, даже барлығы қорқып жүрген өте оңай сәйкестендіру сұрақтарын бітірдік. Енді бізге тағы да 2 балл беретін көп жауаптық сұрақтар бар, давайте соны шешейік. Сонымен бастаймыз. Бауырдың қызметі. Так, варианттар бойынша бір көз жүгіртіп өтетін болсам, міндетті түрде улы заттарды ыдыратады деген вариант сәйкес келеді. Но қалғандары амилаза ферментін бөлмейді, панкреатин бөлмейді, нарөздерді ыдыратпайды. Қандағы қан мөлшерін реттейді дейді. Қанның түзілуіне қатысады дейді. Мен бұл варианттармен келіспейтін едім, өйткені қандағы қан мөлшерін реттейді. Ол бізде ұйқы безі, инсулин және глюкагон. Соның арқасында толы қан көбейеді, толы қан тазарады. Қанның түзілуіне қатысады дейді. Жоқ. Қанның түзілуіне қатыспайды. Қан бізде түзіледі именно неде? Сүйектің қызыл кемігінде, және эритропоэзге көмектеседі, бізде бүйректен бөлінетін жаңағы эритропоэтин дейтін гормон. Так что мен тек қана осы вариантты белгілейтін едім. Егер де менімен келіспейтін болсаңдар, то комментарийға жазып кетіңдер, бірге талқылаймыз. Келесі сұрақ. Тұқым қуалайтын қатерлі ісік аурулары, яғни рак, обыр десек болады. Ол бізде фанкония анемиясы және де ретинобластома болады. Именно осы ісіктер тұқым қуалайды. Келесі сұрақ. Жиылғыш вакуоль арқылы зәр шығаратын ағзалар. Бұлар бізде міндетті түрде бүкіл қарапайым жануарлар, яғни бір жасушадан тұратын организмдер, одан кейін көп жасушадан тұратын губкалар және 2 қабатты ішекқуыстылар болады. Дәл осы организмдер бізде жиылғыш вакуоль арқылы денесіндегі артық сұйықтықты сыртқа шығарады. Қалған организмдерде типа метанефрит, бүйрек, зәр шығарушы түтік деген тәрізді органдар пайда болған. С3 өсімдіктерде көмір қышқыл газының акцепторы дейді. Бұл бізде болады рибулоза дифосфат және карбоксилаза дейтін жалғау бар. С3 өсімдіктері қарапайым біз білетін фотосинтездің түрі. С4 өсімдіктер деген бар, олар бізде мүлде басқаша келеді фотосинтез сол жақта, өйткені жапырақтың мезофилінің құрылысы өзгеше. Олардың ферменті бізде фосфоенолопируват карбоксилаза болады. Кстати, дәл осы тақырыпты мен өзімнің YouTube каналымда күшті түсіндіріп кеттім. Өтініш өтіп, соны қарап, ОБТ-дан плюс 3-4 балл алып алыңыздар. Келесі ұлылардың типін өкілдері дейді. Ол бізде теңіз құрттары, сегізаяқ және устрица болады. Дәл осы сұраққа қатысты айтсам, кішкене зоологияның көне сұрағы екен, бұл ОБТ-да келмейді. Сонымен балапандар, кішігірім видео сабағымда ОБТ-ның жаңа форматындағы нұсқаны талдауды аяқтадым. Сендерге ұнады деген үміттемін. Егер де пайдалы болса, пожалуйста, комментарийға жазып, лайк басып кетіңіздер. Және де міндетті түрде биологияны ОБТ-да таңдайтын досыңызға жіберіңіз. Ол да 3-4 балды ОБТ-да қосып алсын. Ал егер де сендер Инстаграмды просто сторис көру арқылы, рилс көру арқылы көп ОБТ-дан балл жинағыларың келсе, то менің Инстаграмға жазылуға шақырамын. Барлықтарына рахмет, сәттілік!